Угадайте, почем здесь стоят овощи? Салем, दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान में पूरे सब्जियों की दाम दिखाने वाली हूँ. Videonu sonuna дейін көріңіздер. Ең шок бағалар соңында. Так, міне бүгін клубника сатып алдық. Мынандай дөу күшті клубникалар. Уже сезон басталды. Бүгін әкелді күйеуім. 100-130 рупидан где-то теңгемен 233-250 теңгеге дейін примерный бағасы. Мынандай дыня әкелді. Екеу әкелген, біреу бітті. 1 кило деп алды, бірақ осында екеу келді. Міне клубника где-то 1-3 килодай әкелді. Мен бұны алып қазір жуып қойып қойдым. Кепкен кезде неге морозилкаға салам, и күн ыстықта осындай молочный коктейль ішсе болады. Біз сөйтеміз каждый год. Кішкене жегенге аламын, и потом жартысын бәрін морозилкаға салып қоямын. Так, бағана күйеуім әкелді базардан заттар. Мынау осындай фрукты бар, необычный. Осы жерге келгенде бірақ көрдім, иісі күшті, и дәмі де күшті. Мынау 1 килограммы 100 рупидан почти 190 теңгеден. Сейчас подожди, Ифра. 190 теңгеден. Міне іші мынандай дәмді. И міне пияз әкелді. Пиязы 1 килограмм 50 рупидан, получается 90 теңгеден. Мынау картошка тоже 50 рупидан 1 килосы, бірақ 5 кило алыпты. И теңгемен 50 рупи теңгемен почти 90 теңгеден, 89-90 теңге. Огурцы әкепті мынандай. Огурцылары дөу жақсы. 1 килограммы 60 рупидан, получается почти 100 теңгеден. 100 теңгеден, я. Помидор тоже 100 рупидан 1 килосы, и получается почти 170-180 теңге 1 килосы. Так, и міне цветная капуста тоже 50 рупидан 1 килосы. Өте жақсы, свежий шығар. Свежий, енді шығып жатыр. Свежий 1 килосы 50 рупидан, тоже 90 теңгеден. И міне мынандай не әкепті, мынандайлар. Имбирь, мынау, имбирь. 1 килосы 800 рупидан. Бірақ почти 250 грамм алды. И мынандай не чеснок. Тоже 1 килосы 550 рупидан болса, где-то 920-930 теңгеден 1 килосы получается. Солай. Мынау қымбат екеуі де бізде. Мынауның сезоны басталды. Арзан. Помидордың да сезоны басталды. 100 рупидан 1 килосы. Почти 190 теңгеден ғой. Я 190, где-то 200 теңге получается 1 килосы. Солай мына огурцы, заттарда келген. Мынау орысшасын білмеймін. Орысша қазақшасы қалай, бірақ урдуша амрут дейді, англиша гава дейді. Іші осындай мені. Білмеймін, қазір Қазақстанда бар ма, жоқ па. Так, сіздерге бағаларын көрсетейін деген. Мені сүт әкелдік. Мені андай 4 литр сүт алдық. 4 емес, по-моему, 4 литрдан 6 литр алдық, бірақ 2 литр, короче, бесплатно берді. Мені пакетке салып берді, мені бұлай. Өсті пакетпен сатады бұлар. Бағасы 1 литр сүт 180 рупидан. Получается 300 почти 340-350 теңгеден. Вот, міне 10-20 кило алды, 1730 рупидан. Получается где-то 3600 солай теңге болады. Теңгемен примерный бағасын айтып жатырмын. Так, міне қант алды. Қанттың бағасы 175 рупи, 350 теңгеден. Вот. Спагетти алды, ол жарты кило спагетти 210 рупидан, получается где-то 420 теңгеден ғой, 410-420 теңге. Міне кефир алды, 1 литр тоже бұны пакетпен салып береді. 200 рупидан. Бірнесі 380 ба, сондай теңге болады. И міне мынандай тұз алды. Тұз 80 рупидан почти 140-150 теңгеден болады, получается. Вот. Осыларды сіздерге көрсетейін дегем. Вот, нелері, бағалары почти Қазақстанмен бірдей ма,
или қымбатырақ па арзанырақ па комментарийда жазыңыздар.